Қайырлы күн біздің табысты кәсіпкерлер. Біз өткен сабақта Wildberriesке товар салуға, яғни карточка создавать еттік Excelмен және бір штук товарды добавить товар арқылы салдық. Енді бүгінгі сабақта егер сол товарларды заказ түскен кезде біз оны қалай оформлять етеміз, сол жайында айтатын боламыз. Ол үшін товар келген кезде, новый заказ келген кезде бізге Marketplace деген вкладка, прям шаг-шагымен жазып алыңыздар. Marketplace деген вкладка, сборочные задания везу на склад Wildberries деген таңдаймыз. Самостоятельно до клиента біз қазақстандықтар Россияға, Украина, Белоруссияға апара алмаймыз. Сондықтан бірінші вариант везу на склад Wildberries таңдаймыз. Осы жерде бізде новый заказ, новые деген жерде тұрады. Новый, мына жерде самовар болса, самовар, заказ беруші Татьяна, Московская область деген сияқты барлық сол заказдың данные шығып тұрады. Мына жерде астыңғы жағында принять заказ болады. Принять заказ деген кнопканы басқан кезде автоматты түрде на сборке деген жерге өтеді. На сборке деген жерде создать поставку, яғни мына кнопка жанып тұрады активный болып. Осы кнопка создать поставканы басқан кезде әрі қарай распечатать этикетку деген кнопка активный болады. Распечатать этикеткуды басқан кезде бізге штрих-код шығады. Ол штрих-кодта жаңағы заказ берген Татьяна болсын, Московская область, немесе Украина, Белоруссия болсын, яғни заказ берген адамның данныйлары, қаласы, адресі тұрады. То есть распечатать этикеткудан кейін уже болды. Ол этикетканы, то есть штрих-кодты сақтап аламыз. Әрі қарай автоматты түрде собранныйда тұрады. Собранныйда біз ешқандай действие жасамаймыз. Товарымызды упаковайттап, сыртына штрих-кодтан жабыстырып, складына Wildberries'тен жеткіземіз. Жеткізгеннен кейін, олар қабылдап алғаннан кейін, жаңағы товарымыз архивқа автоматты түрде өтеді. Яғни, новыйдан бізге заказ келсе, Marketplace деген вкладкаға барамыз, қайталап өтейін. Сборочные задания біріншісіне басамыз. Одан кейін новые да тұрады. Мына жерде новые да тұрады. Ол жердің астында принять заказды басамыз. Принять заказды басқаннан кейін автоматты түрде на сборкеге өтеді. На сборкеде міне создать поставку активный болады. Осыны басқан кезде распечатать этикетку шығады. Распечатать этикеткуды басқан кезде штрих-код шығады. Бұл штрих-кодты сохранить етіп аламыз өзімізге рабочий столға. Бұл бірінші штрих-код. Енді товарға екі штрих-код жабыстырылады. Екінші штрих-кодты қайдан аламыз? Мына распечатать этикеткудағы штрих-код ол жаңа клиент жайлы барлық данныйлар. Енді өзіміз жайлы данныйды қайдан аламыз? Ол үшін товары карточки товаровқа барып, товарды салып жатқандағы мына штрих-кодты копировать етіп аламыз. Осы штрих-кодты копировать етіп аламыз. Енді бірінші штрих-кодымыз дайын, бірінші штрих-кодымыз жаңағы клиенттің штрих-коды, клиенттің данные. Енді өзіміздің данныйымыз жасау үшін қазір түрлі сайттар бар, қосымша сайттар, жаңағы баркод жасайтын, штрих-код жасайтын генератор сайттар бар. Ең оңайы, ең тиімдісі ол Telegram бот. Мен сіздерге осы сабақтың астына осы Telegram боттың ссылкасын жіберетін боламын. Міне Телеграмға разрешить, Телеграмға кіреміз. Міне Телеграмымыз ашылды. Бұл жерде жазылып тұрады. Мынау алдыңғы біздің алған штрих-кодтарымыз. Сіздерге ең алдында жұмысты ең алдымен бастаған кезде генератор баркодов мына жерді басасыздар. Генератор баркодов міне бізге нені сұрап тұр? Штрих-кодты сұрап тұр. Штрих-кодымызды вставить етеміз. Біз жаңа копировать етіп алып келген. Әрі қарай артикулымыз сұрап тұр. Артикулды біз сумканы карточкасын создавать еткен кезде біз сум 001 дедік. Әрі қарай наименование товара. Наименование товара сумка. Әрі қарай цвет бізде черный болды. Размері жоқ, мынандай сызықша қойып кетеміз. Әрі қарай наименование продавца, өз аттарыңыз, ипі Айнұр, Айгүл деген сияқты. Мысалы Айнұр дей салайық. Әрі қарай количество товара. Сол бір клиентіңіз қанша товар заказ берді, қанша сумка заказ берді. Әдетте бір штуктан береді. Бір деп жазамыз. Әрі қарай міне ортасындағыны бассаңыз, обычно осы ортасындағымен жіберіледі бізде. Ортасындағы нені басамыз, вариантын. И выберите тип бумаги. А4 форматта шығарылмайды штрих-код.
термоэтикетка болып шығады. Сондықтан мына термо дегенді басамыз. Термо и размері бізде 58-де 40. Міне, бізге штрих-кодты уже 1 секунд болмай автоматты түрде бізге дайындап берді. Загрузить етеміз. Міне, ипі Айнұр, міне, сумка черный деп осындай, бұл екінші штрих-код. Бірінші штрих-код ол сайттан берілді, сайттан берілді, новые заказы деген жерден, осы жерден біз бірінші штрих-кодты создавать етіп алдық. Ол клиент жайлы данный. Енді екінші штрих-код біз өзіміз Телеграмдағы боттан жасадық. Ол өзіміз жайлы данный. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше.